Қымбатты көрермен, барша келген жиналған көпшілік қауым арнайы бүгінгі ел тарихы ұрпаққа мұра және соңғы көш деректі фильмінің тұсаукесер премьерасына қош келдіңіздер. Осы бірліктің арқасында қандай үлкен тірлік жасауға болатындығын көрімсе екен. Асар Мөлтек ауданында 100 мың отан көрдім. 100 мың отан дегеніміз Соңғы көш деректі фильмінің тұсаукесері жай ғана мәдени шара емес. Бұл тарихпен жүздесу, ұрпаққа аманат болған тағдырлармен табысу. Нөмір 89-шы IT мектеп лицейінде өткен ел тарихы ұрпаққа мұра атты тағылымды кеш жастарға рухани патриоттық тәрбие беруді мақсат етті. Өткеннің құрметтеген елдің ертеңі еңселі болмақ. Іс-шараға арнайы ел ағалары мен құрметті қонақтар қатысты. Бұл тағылымды шараға Қазақстанның халық артисі, профессор, белгілі режиссер Талғат Теменов, Ақордасы корпорациясы жауапкершілік шектеулі серіктестігі директорлар кеңесінің төрағасы Ибадулла Қалбеков және де ауыл ақсақалдары, елге белгілі азаматтар. Қымбатты көрермен, барша келген жиналған көпшілік қауым арнайы бүгінгі ел тарихы ұрпаққа мұра және соңғы көш деректі фильмінің тұсаукесер премьерасына қош келдіңіздер. Өздеріңізге ең бірінші арнайы шақырылған қонақтарды бір ауыз таныстырып кетсек деген ойымыз бар. Қазақстанның халық артисі, профессор, өз ерекше қолтаңбасы бар режиссер, қазақ кинофильмдерінің ішіндегі шоқтығы биік, барлығымызға таныс Көшпенділер фильмінің режиссері Талғат Теменов ағамыз. Және де Ақордасы корпорациясы жауапкершілік шектеулі серіктестік директорлар кеңесінің төрағасы Қалыбеков Ибадулла Жантөреұлы. Және де Асар Мөлтек ауданының Төбе биі ауыл ақсақалы Құлметов Тойлыбай атамыз. Барша келген қонақтар, барлықтарыңызға қош келдіңіздер дегіміз келеді. Бүгін міне ерекше тарихи сәтте туындап отыр. Осы сәтке арнайы алғы сөз айту үшін бүгінгі керемет кешімізді сіздермен бірге бөлісу үшін келіп отырған Ақордасы корпорациясы директорлар кеңесінің төрағасы Ибадулла Қалбеков ағамызға сөз кезегін береміз. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайындар, туған туысқандар, жалпы асарлық бауырлар, мына арқа жақта отырған біздің балапандарымыз, біздің болашағымыз, өскелең ұрпақ, барлықтарыңызға мынау қасиетті Рамазан айы құтты болсын. Бүгінгі қасиетті жұмада Алладан тілеп жатқан тілектеріңіздің барлығы қабыл болсын. Мен өздеріңізбенен бүгін бір ерекше қуанышты сәтте жүздесіп тұрғаныма өзімді ерекше бақыт санап тұрмын. Енді білесіздер, Асар тұрғындары бұл біз сонау туып өскен жеріміз Өзбекстан Республикасы, біздің ата-бабаларымыздың жатқан жері сүйегі сонда. Түбі бір өзбек халқына біз ешқандай өкпеміз жоқ. Біз өзіміздің отанымыз тәуелсіздік алғанда тарихи отанымызға қуана оралған қандастарымыз. Сондықтан біз бірінші келген күннен бастап алдымызға қойған мақсатымыз, арманымыз енді тай-тай басып келе жатқан тәуелсіз отанымызға қандай үлес қосамыз деп келген жандарымыз. Біз сол жақтан атаға бөлінбей, жүзге бөлінбей, жетім жесірімізді қалтырмай, бір атаның, бір ананың балаларындай болып келген азаматтарымыз. Сондықтан мен әр жиналысымда айтатыным, біздің басымыздағы басымыз, бағымыз
осы бірлігіміз. Алла осы бірлігімізден айырмасын. Бірлік бар жерде тірлік бар дейді. Қазақ бес саусақ бірікпей, ине де ілікпейді деген мақалы бар. Сондықтан Аллаға шүкір бүгінге дейін осы бір атаның балаларындай болып, осындай бірлігімізді нығайтып отырған біздің ауыл ақсақалдарымыз, 6 көшенің биі, көшенің басшылары, жалпы біздің активтеріміз, біздің мақтанышымыз. Міне осы кісілерге бүгін тағы мен басымды иіп, ризашылығымды білдірмекшімін. Енді әрине мен көп жиналыстарымды сіздерге айтқанмын. Біздің келгенде осы отанымызға келіп, тамағымыз тоқ, көйлегіміз көк болғанға мәз болу емес, әдемі үйде тұрып, материалдық тұрғыдан қиындық көрмей жасау бұл үлкен бақыт емес. Біздің негізгі мақсатымыз да, арманымыз да, біздің шынайы бақытымыз да артымыздан еріп келе жатқан болашақ ұрпағымыз. Солардың тәрбиесі, солардың еңбекқорлығы, солардың білімі, солардың отан сүйгіштігі, осы күллі қазаққа үлгі болатын ұрпақ тәрбиелеу біздің басты мақсатымыз. Ал енді бұл инеменен құдық қазғандай тірлік. Міне осындай енді өлшеусіз, бұны бір өлшеуменен белгілеп болмайтындай осындай өте ауыр тірлікті жасап келе жатқан міне сіздер, көздері ашық, көкірегі ояу біздің активтеріміз. Біздің осы балаларымыздың тәрбиесі менен, білімі менен, өзінің шынайы барын беріп келе жатқан біздің ұлағатты ұстаздарымыз. Осы мектепте естеріңізде бар. Бірінші келген уақытта 300 баланы жиюдың өзі ақырет болған. Себебі бұл жаңа ашылған мектепке қандай білім болады, қандай бұл жерде ертең болашақ болады деп, балаларын бергісі келмей, басқа мектептерге беріп, сондай бір қиын жағдайлар. Міне сол кезден бастап біздің мына Қасым Мырза Атабаев біздің досымыз енді еңбегін бүгін мойындап сіздердің алдарыңызда алғысымды айтқым келеді. Сіздердің аттарыңыздан алғысымды айтқым келеді. Сөз соңында Ибадулла Қалбеков Асар мөлтек ауданында алғаш ашылған ұстаздары білікті, шәкірттері білімді, нөмірі 89-шы IT мектеп лицейін 15 жылға жуық басқарған мектеп директоры Атабаев Қасым туралы ерекше атап өтті. Ол кісінің мектептің қалыптасуына сіңірген еңбегі зор екенін айтып, алғыс білдірді. Қазақтың игі дәстүрімен Қасым Атабаевқа шапан жабылып, құрмет көрсетілді. Бұл ұстазға деген халық ризашылығының айқын көрінісі болды. Өзбекстан туралы айтқан кезде аузыма еріксіз Төлеген Айбергенов түседі. Төлегеннің бір өлеңі бар еді: ей адамдар, айналайын туғандар, жалғыз минут тыңдаңдар. Мен сендерге көп болды сыр шертпедім, көкірегім қазір толған өрт менің деп. Мына Ибадулланың монологы бүгін төгіліп отыр. Мына киноны шын мәнінде мына Ибадулла мен Садулат бауырымыздың арқасында түсірілді. Негізгі айтатын нәрсе, әр адамның жүрегінде бір отан ғой. Мен осы Асар мөлтек ауданында 100 мың отан көрдім. 100 мың отан дегеніміз, мына осында келген, осында туған, Өзбекстаннан бала болып келіп осы жерде ер жеткен жеткіншектеріміздің әрқайсының жүрегінде бір отан. Сондықтан көріңіздер, сұрақ болатын болса, артынан біткеннен кейін хабарласып жатармыз. Екі түрлі сұрақ бар. Біріншіден, мынау техникалық дүние болғандықтан телефондарыңыздың барлығын өшірсеңіздер. Одан кейінгі мәселе, мына қазақтың бір сөзі бар еді: айдан сұрай келіп шелегіңді жасырма деген. Мына 15 март референдум. Менің осы жерде айтатын бірақ қана сөзім бар. Бұл референдумға сіздер келмегенде
көшпегенде арман болар еді. Сондықтан армандарыңыз 15 мартта іске асады. Басқасын фильмнен кейін сөйлесейік. Рахмет. Енді әрине кішкене бір сізге деген бір құрметімізді білдіргім келеді. Халықтың алдында алғысымызды айтып, қазақтың салты деген жеңісімізге қатаң жасап. Соңғы көш бұл бір кезеңнің ғана емес, тұтас бір халықтың тағдырын бейнелейтін туынды. Көш қазақтың өмір салты, көш үміт, көш болашаққа қадам. Асар Мөлтек ауданының тарихы да еңбек пен бірліктің нәтижесі. Жастар осы тарихты біліп, оның қадірін түсінуі тиіс. Кино ұлттың айнасы, ал деректі фильм ақиқаттың өзі. Соңғы көш адамдар тағдыры туралы фильм. Әр көштің артында үміт, әр кадрдың артында тарих бар. 50 минуттық соңғы көш деректі фильмі көрермендерге ерекше әсер қалдырды. Залда үнсіздік орнады. Кейбір сәттерде көзге жас үйірілді. Бұл тарихтың жүрекке жеткенінің белгісі. Мен осы Азар елді мекенінің охрананың бастығы болып, одан 5-10 жылға шейін охрананың бастығы болып сөйледі, көрдіңіздер. Күндіз 2000, түнде 2000 адам дегенде танымсыз іс болды. Біз осында жүріп армандағамыз. Мынау мектептің орны десе, мынау детсадтың орны дейді, басқа дейді. Сонда армандағамыз. Олай қаласа Алла нәсіп етсін, осы жақсылық ниеттерді көруді. Осы мектепте біздің немерелеріміз оқысын, шөберелеріміз оқысын. Садикте жаңағы о жерде жаңағы немерелеріміз оқып жаңағы солардың осындай ойнап күліп жүргендерінің куәсі болуды Алла нәсіп етсін деген ниеттеріміз болған. Аллаға есепсіз шүкір дейміз. Жазуларыңыз қабыл болсын. Бүгінгі жұма күнгі тілеген тілектеріңіз қабыл бола берсін. Ғадылаға бүгінгі таспаға түскен фильм өте бір керемет уақытында және жастарға өсіп келе жатқан өнеге болып табылады деп ойлаймын. Ал енді бұны ауызша айтып, бір-екі күнде естен кетер еді, мына өсіп келе жатқан балдарымызға, немерелерімізге бұны сақтап қойып көрсетсе, тарихи оқиға болады деп отырмын. Соның ішінде тағы бір еске алып отырған, мынау өмірде өтіп кеткен ағаларымызды, бауырларымызды естіген өте үшін. Үлкен рахметімді айтамын. Арқа соңғы жағында туған елді сағынып, қимай кетіп барамын, кіндік тамған жер деген ойға түсіп, бізді Өзбекстанда Ибадулла айтқанда еш жамандық көрмедік. Өзбекстанда туылып өстік. Кіндік қанымыз тамған, сол жерлер еске түсіп, сол жердегі жолдастар еске түсіп, көңілім біраз қамығып қалдым да. Талғат ініміз боласыз. Сізді өте жақсы білеміз. Сіздің фильмдеріңізді біздің халқымыз барлығымыз сүйіп көреміз. Әсіресе көшпенділер қазақтың нағыз тарихы, қазақтың өмірі. Сол киноны көрсе, қазақтың барлық өмірі көз алдымызға келеді. Тамаша фильмдеріңізбен елге танылған адамсыз. Құдай бізге ондай бір жолымызды берген екен. Ибадалардың арқасы, Сайдулланың арқасы, сіз осы Асар Мөлтек ауданына қадам бұрып, осындай фильм жаратқаныңыз үшін елдің атынан, осы жерде отырған, келмей жатқан адамдардың атынан шын көңілден рахмет айтамыз. Алғыс сізге. Бәріңізге сұрайтыным, осы кісінің қылған қызметін, бәріңіздің істеген қызметтеріңіз жансын, ұрпақтарыңыз білсін, осыны істеген. Ол естелік, бұл қаланыға түсірген киномыз керемет. Біздің келешегімізді, алдарымыздың келешекті білу керек, бұл естеген. Киноға келгендеріңізге рахмет. Бұл осы варианты, бұл версиясы, бұл Садулла досымыздың сұрауы бойынша жасалған. Әйтпесе киноның өз заңы бар, өзінің ойы болу керек. Сондықтан кейбір жеріндегі нелер жаңағы басқа каналдан, әлде айтқан жағы хабардан көрсетеміз деп жатыр, оңтүстік арнасы көрсетеміз деп жатыр. Ол кезде басқа қысқартылған варианттар болады. Өйткені
мына жердегі басты идея 21 ғасырда 20 мың адамды бір мемлекеттен бір мемлекетке алып келген ерлік пен өрлік туралы. Бұл батырлық. Мен Бауыржан Момышұлыны бір-ақ рет көрдім бала кезімде. Телевидениеге барсам, 7 ноябрьге қарсаңында бізді бір студентпіз, 16-17-тегі неге барсақ, телевидениеге Востокқа бардық бірден кейде. Барсақ, елдің бәрі жүгіріп жүр коридорда түгел. Бастығы бір. Не болды? Бәукең дейді. Бәукең деген ол не білмеймін балам кезіміз. Бәукең дейді. Сол кезде Бауыржан Момышұлы Борыстың айтқан естіп қалдым. Сол кезде телевидениенің есігі, студиясының есіктің қалыңдығы 40-50 сантиметр ауыр екен, есік баяғы. Сол кезде ашық қалған екен. Бәукең үстінде қазақ шапан, мұрты аузына түсіп кеткен, қабағы бұлай, содан сөйлеп отыр. Бала кезде ана кісіні естуім бар әкемнен. Сол кезде қарасам бір сөз айтты. Я полковник в отставке, но не гражданин в отставке. Стол піріп қағанда стакан су аударып түсті. Мен Баукеңнің батырлығын айтып тұрғанын көргенім осы. Неге Бауыржанды айтып тұрмын? Өйткені Бауыржан тірлігінде халықтың құрметінен басқа ресми бірден атап алмаған кісі. Бауыржанға халық қаһарманын да берген жоқ, еңбек геройды да берген жоқ. Оны өлгеннен кейін халқы берді. Сол секілді кейде батырлар тірлігінде ескертусіз жүре береді. Осындайда Қадыр Мырзалиевтің бір ауыз сөз еске түседі. Не керек? Тірісің бе, ірісің бе, қалдырмай ескерусіз бірісін де, өлгенін жерленгенін күтіп жүрмей, талантты бағалаңдар тірісінде деп. Сол секілді уақыт өтер кетер. Ибадулланың күндердің күнде қазақ мемлекетінің еңбегі болатынына мен сенемін. Көршіңіз соңғы болмасын, өйткені сіздер мына орыстанып бара жатқан жерге, елге өздеріңіздің шелектегі суға бір кесе сүтті құйып жүрсеңіз, судың беті бұлт секілді аппақ болып жайылады. Өзінің аппақ, сүттің аппақ түсін бөлейді сол суды. Сол секілді сіздердің келгендеріңіз біздің елімізге тәрбиенің не екенін, кісіліктің не екенін, кішіліктің не екенін, үлкенді сыйлаудың не екенін, үлкенге құрметпен қарау керек екен. Жалпы келіннің құрметті, келіннің басқа көптеген қасиеттерінің барлығы осы жерде сол айрандай үйіп отыр екен. Осы жақсы қасиеттеріңіз бұзылмасын, оразадан оразаға аман есен жете беріңіздер. Бұл ауылға, бұл ерге, бұл асарға асарлатып тойға келіп тұруға Алла нәсіп етсін. Ауыл ақсақалдары жастарға ақ батасын берді. Тарихын білген ұрпақ адаспайды. Бірлікті сақтаңдар, білімді болыңдар, елге қызмет етіңдер. Соңғы көш деректі фильмнің тұсаукесері рухани мәні зор, тағылымды кездесу болды. Бұл кеш өткенге тағызым, бүгінге тағылым, ертеңге аманат. Ұлт тарихы ұрпаққа мұра, ал сол мұраны сақтау баршамыздың міндетіміз.